Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен хрустящий цветная капустаның қуырылу жолын көрсетемін. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін цветная капустамыздың осындай өзегін алып тастаймыз, және де бөліктерге видеодағыдай бөліп аламыз. Арасында осындай үлкен болып кеткендерін екіге немесе үшке бөліп алсаңыздар болады. Қуырылғанда ыңғайлы болады. Үстіне суды құйып, жақсылап жуып аламыз. Енді қайнап тұрған суымызға тұзымызды салып, капустаны 3-4 минут қайнатып аламыз. Одан артық қайнатпаңыздар, езіліп кетеді. Капустаны сүзіп алдым. 2 жұмыртқа және ұнды, екеуін екі жағын малып отырып, қызып тұрған майымызға екі жағы қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Дәл осы қалыппен капустамыздың барлығын қуырып аламыз. Ал енді соусын дайындаймыз. Чесногымызды майда етіп турап аламыз. Оның үстіне майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған капустаның үстіне дәл осы соусты құйып, жесеңіздер өте дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын.